Ризаэль, привет! Привет. Қайшыны ұстап, жақын тұр. Мынау не, Ризаэль? Мынау не? Мынау не? Мама. Не ол? О, Қой. Қой ма? Айт, қой. ой. Қой. Олар Ризаэль каналына қош келдіңіздер. Бізді алғаш көріп отырған болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Бүгінгі тақырып көріп отырғандарыңыздай қайшымен жұмыс. Қайшы балалардан ұзақ уақытқа дейін тығатын қауіпті зат. Бірақ балапаныңыз қайшыға қызығушылық білдірсе, қиып көргісі келсе, қалай қолдану керектігін үйретуге болады. Бірінші кезекте қайшыны дұрыс таңдау керек. Жеңіл, өткір, сәбидің қолына ыңғайлы, шағын және қауіпсіздік үшін ұшы доғал болу керек. Ең негізгі үш ережені түсіндіреміз. Қайшы ойыншық емес, үлкендердің рұқсатымен пайдалану керек және қайшымен жүгіруге, секіруге болмайтынын айтып түсіндіреміз. Ризаэльге алғаш қайшыны 2 жасында сеніп тапсырдым. Қайшымен қию баланың ұсақ бұлшық еттерін жетілдіреді, көзбен мөлшерлей білуді үйренеді, зейіні тұрақталады. Жай ақ қағазды қимай осылай ойын түрінде ұсынсаңыз, бала қызығып орындайды. Сонымен қатар ой өрісін дамытып, сөздік қорын молайтуға әрекет жасаймын. Мәселен, қой қандай дыбыс шығарады? Ол не жейді дегендей сұрақтар қойып, түсіндіріп жұмысын жүргізіп отырам. Қайсы? Дәу? Қырқып болдың ба? Саған Чики, Чача келді. Қонаққа. Ризаэль, менің шашым өсіп кетті, дейді Чики. Қырқып берші. Ризаэль, менің де шашым өсіп кетті, дейді Чача. Тез қырқып бересің ба шашын? Ризаэль? Ау? Қық дейді Ризаэль. Чача? Пупу ма мынау? Пупудың шашын. Чичи. Пупу. Қайсының шашын қырқасың сен? Пупудың қырқшы. Аха, жарайды. Бүлдіршініңіз әлі қайшымен жұмыс жасап бастамаған болса, менің кеңестерім сізге пайдалы болды ма? Комментарийге пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды баса кетіңіз. Видеоның соңында көрнекіліктердің жасалу жолын көрсеттім.
Осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, сізге алғысым шексіз. Кездескенше сау болыңыздар.